Әдетті бастаймыз. Ал, бастадық ал. Укроптан көздің емін айтып берші маған. Көздің емі мен айтайын, былтыр мені порталға қойды. 30 июньға. Көзің деді, қатарақта аға. Бұған тек операция. Бұның бұйықты бар ма дедім, бұйықты жоқ деді. Тек операция, орнына тек 10 минуттың ең көп, 10 болмаса 2 минутта тас еттіреміз де, зрачок қоямыз. Сосын мен айттым, жақсы енді ойланып көрейін дедім де, үйде жүріп едім, бір Астанада бірге ойнап өскен тақасашы досым бір, соған звондадым, сондай. Мен порталға қойдым, 30 июньға. Сөйтіп, ей, портал не ойбай, мына біздің қатын Қарлыға дедім, Қазалының қызы ғой. Қарлыға құрдасың деді, екі көзіне операция, зрачок салдырып еді, әкесін алып сатайын. 10 жылдан бері дәріден дәрі жаздырмайыз, көзі дұрыс, бір есе көреді, бір есе көрмейді. Істеттірім пышақ тигізбе деді. Сосын ойладым, қалай бір аяғыда жас уақытында әкем біреулердің бір көзі емдей жүретін еді, Бекбайда жүргенде. Ана естіген. Ана кімдер Сейдахмет бәріміз бір ауылда тұрдық қой. Жалпақ сөйтіп. Соны мен айттым, осы укропты көзіне басатын еді. Соны есіме түсті. Өзде бір 8-ші жыл бар. 8-ші класс оқыдым. 7-ні біткеніп 8-ге өткен ақым. Жаңағыда мынандай 5-ке 5 қалташа тігесің. Мына жағына не қылып жіп өткізіп қоясың былай. Ішіне 2 қасық, шай қасық, 3 шай қасық укроптың тұқымын саласың. Екеуіне 6 қасық салсаң 2 рет салуға болады да. 2 рет. Сонда 15 рет істейсің де бір айдың ішінде. Сөйтіп жаңағыны істедім. Бастым, ана қайнатпайсың. Жыбырлап келе тұрған уақытта эмалибрин күрешкен үшін. Жыбырлап келе тұрған уақыттар қайнатпайсың да. Осы не қылдау деген уақытта тек шұқыр баласына тәрекке қоясың. Бүйтіп ұстап көресің. Ана қабағың күйіп қалмау керек. Қанжылым болу керек па? Қанжылым болмaz, қабағың күйіп қалмау керек. Сөйтіп жаңағыны басасында үстіне салафан мешок үстіне жабасың, нан қақ жарып болмаса жармай-ақ. Нан салатын салафан мешок бар ғой? Бұқан кісі сатады. Соның басасына үстіне 4 қабатта сүргін қоясың. Сөйтіп 10 минуттай жатасың. Қолдан кезде көзіңді бұлай жыбырлатып жатқаның дұрыс. Қозғап та ішінде айналдырып, бұлай не қылып. Жуу керек қой. Сөйтіп не қылдым мен. 10 минуттан кейін суып қалады өзі. 10 минут болды. Суыт, содан кейін аласың да, қоясың да. Оның оказывается қайнаған суында ішу керек екен де, әкең, мен суын ішкен жоқпын. Суы да пайдалы екен де. Оны төгіп тастап жүрмін. Соны біреулер айтады, суы да пайдалы ғой, укроптың деп. Мен оны ішкен жоқпын. Ол енді неге көзге ем ба? Енді айтайын да, Көзге ем айтып отыр. сосын соны бастым. 15 күннен кейін көзім ашылмайды әкең, таңертең тұрсам. Өйтсем де ашылмайды. Соқыр болып қалған екен мынау. Тастайтын ек. Анау жарық шығу керек қой бір далада, бір айналып, үйдің жарығы бар ғой. Таңертең тұрсам ашылмайды, сөйтіп не қылсам, әйтеуір бір кезде жарық көрінеді. Әреңдеп қалған ғой. Әреңдеп, бұлай уқалап бір кезде бұлай әйтеуір шықтым жерден бүйтіп, бұлай тартып алдым. Шаңды кірт шығарады ғой. Білмеймін екен. Бірақ жаңағы қозғап атқан уақыттары бірдеңе тиеді де көзге. Шаңдар бар. Көздің несі қабаққа тиеді де, бөртік. Тиіп жатады, бұлай айналдырып қоямын, бұлай басып беремін, әкең ауыз сатайын, не бөртік тұр? Көзімде бөртік жоқ еді ғой. Деп сөйтіп не қылып, содан жаңағы 15 күннен кейін көзім ашылайын деді, бүйтіп қараймын, жақсы көремін. Телевизорға қараймын, жақсы көремін. Сөйтіп жүрмін де, бір ай басып едім. Машинада очкиді көрсем, басым айналып кетті. Машина айдайтын очкиді. Суырады ғой енді, көз суыратын болды ғой. Кәдімгі отдаленный очки бар ғой, ұзақтан көреді. Соны киіп едім, басым айналып кетті. Үйде жатыр, тастадым әкесіне. Енді сотқа қарасам, анау бір түрлі болып көрінеді жаңағы. Кітап оқитын очки, плюс. Оны да тастадым, өзімнің жаңағы көріп отырғаным ғой мінекей. Жаңағы жазып отырдым Құрманғазы деп. Енді сұрақтарың болса беріңдер. Ал. Сөйтіп дәрі жарыққа бардым. Арадан 1,5 ай өтті. Бардым, баяғы қағазды қолтықтадым. Порталдан снимать еттірдім, врачқа барып айттым. Інім күзге қой. Аға қоя алмайым деді. Ол болмаса күзде өзім хабарласам деді. Алып таста деді порталдан. Менің орныма біреуге ала қойсын. Сөйтіп дәрі жарыққа бар. Анау батыс жақта Сәңкібай көшесінің. Ақтөбедегі. Ақтөбедегі.
Bayağı gelince kaytadan kabuldadı. Ana. Ağa közünde iştenge yok. Koy bir közüm көрмейді ғой. Жоқ аға ештеңе жоқ қаяқтағына. Мынау сені берген қағазың ғой мынау. Сен айттың операциясы бұл зат істелінбейді деді. Мен сұрадым, бұның ұйықты бар ма дедім. Ұйықты жоқ, только операция дедім. Мынаны мен көзімді не істедің дейді. Ол айналайын секрет дедім. Мен көзім дұрыс көремейін дедім. Отличныйға ештеңе дейді. Міне одан 1,5 жыл өтіп кетті ғой. 1 жыл өтіп кетті. О ем неше күн қайталаймыз аға? Нені? Жаңа емді неше күн қайталады? 30 күн басасың дейді. Кешке қарай. Кешке қарай 10 минуттық болғаны басасың да. Болды. Ананы 2 рет басасың. 2 рет. Укроп. Одан кейін тазалайсың. Басқасын қоясың. Қандай пайда адамның. Ана укропты Тек тұқымын ба? төгіп тастайсың да. Қапшықпен саласың ғой негізі. Қапшықтың ішіне саласың. Қапшық кішкентай мынандай қапшықша істейтін. Сол Еске емес қапшық тігесің. Тауардан просто. Марлы болмайды. Ақсып. Ақ тауар. Прочный материал. Ана өтпеу керек. Бұлай қалташа тігесің да соның ішіне саласың. Любой сау адамда істей берсе болады оған. Жаңағы кішкентай балдарға да болады. Ал енді Сәтбай аға, сіз айттыңыз суын ішпеппін дедіңіз ғой. Суы да әсер етеді екен да оны. Көзге ме? Одан кейін оның суын да іштім кейін. Специально сатып алып іштім. Қайнатып қойып термос ішіне бір қасық тастап жіберемін де ыстық қоямын да салқындап 3 мезгіл ішіп жүрдім. Соны әлі жүрмін ғой демек. Ана төбелерді көріп тұрмын мен. Бұрын көрінбейтін еді. Ана көкмек Көрдің ешкінің елде көп. Рүстем аға, арасында бізбенен Сәтбай ағаны жолықтырып тұрамын, әкеліп тұрамын сіздерді. Менің көзім жасаурай береді. Жасаурай береді. Әне ертең үйіңе барғасын 1 айдан кейін бізге звонда. сөйтіп ашкиді тастадым. Көрдің бе? Қолданбаймын, не қылмаймын. Нағашымнан көрген пайдам осы дейсің. Әулие кездесті. Машина айдаймын. Анау күні анау Жәнібек үйінде отырып түнде ана бұл күні қашаннан істейтіндер анау деп барсам аға сен машина айдап жүрсің бе дейді, бір 45-тегі жігіт айтады. Біз де қорқамыз ғой машина айдап жатыр. Неге? Жасың неше? 78-ден 73-ге қарадым дейді. Қойшы аға дейді. Ой әкеңнің ауыз сатайын анау жоғалтқанның түбіндегіні көреді дейді. Түсінсе түсінген шығар.